Сәлем достар, бұл сіздермен бірге әдеттегідей Gaz Game Tactics және де бүгін біз электромен қырлақ боламыз. Бұл электро дейтін тоқ, яғни аты да айтып тұр оның қандай екенін. Ойбай, дауыс қандай. Ойбай, дауыс тіпті әдемі екен. Қайттан сөйлесінші, білмеймін, өтініш, дауыс маған жақып қалды ма? Мінекей даусым ұнап қалды, маған қайттан сөйлей берші. Керемет. Даусым маған жақып қалды. Осындай дауыста бір сөйлесең әдемі шығар, ел жұрттың бәрін қорқытып. Не дейміз, іске көшейік. Макс Дилан, мен саған өйтіп істегім келмеп еді. Бірақ мәжбүрмін, өйткені Мәтүшті көріп тұстар түтті осыны құралдарымызды алып тұр. Из-за этого поплат. Макс Дилан. Ай, осыларды бірге осы электрон жоюдың орнына. Макс Дилан бұның киносында көргенде өте қызық, өйткені бұның киносын тіпті қазақшада берген болатын. Сондықтан мен бұл киноны жатқа білемін. Электро айта кетсем, негізі электро киносында көрген сәтте ол қалай не болып тұрады, қалай деуші еді, бір электрик болады. Айта отыратын болсам, достар, әңгімемді жалғап кететін болсам, әңгімемде қай жерге басайым? Электро негізі өзі бір біраз нәрсе айтуға болады, просто нөлерін сөйлегеніне маған кедергі жасап жатыр. Нөлерімше майнасып жіберейік. Қытай жаңа тағы да біреу түтіп отқан, Қытай жаңа біреу, жатып тастаған емес екен ғой. Барма. Şimdi bu bizde pasör mu batır diye oynayacaktım ben. Yani скупить Кенский. Негізі осындай киноларда қарап отырсаңыздар, көбіне именно Нью-Йоркты білдіретін болады. Крепкий орешекті де Нью-Йоркты білдіреді. Сондықтан негізі Нью-Йорк дейтін. Мысалы, Голливуд деген негізі ол Лос-Анджелесте болатын. Неге именно Лос-Анджелес? Мысалы, Лос-Анджелесте неге істемейді? Сондайларды ол кейде кино көріп жатқан кезде ойлаймын. Қаяқта жаңа мінекей осындай ойлап қоймын, негізі Лос-Анджелес неге басқа қала емес, именно осы Нью-Йорк өмірі білмекте жатады. Достар, ойыннан ауытқымайық. Біз Макс Диланды жою үшін мына электронды башняларды жойып жатқан болайық. Жазылсын шүй. Мінекей жол ашық. Что с ним случилось? Бітем. Макс Дилан.
Опа. Ойбай, мінекей маған қараңыздар. Қашта сәл әңгімесін тыңдайық. Кого-то напоминаете? Макс Дилан? Ты даже не помнишь. А говорил, что я стану твоими глазами, ушами. Называл себя напарником. Теперь вспомнил. Да, я так сказал, и это было честно. Оскарпта болған жігіт бұл. Ты бросил меня! Бросил, да. Позволил ранить меня. Я не знаю, что... Тебе больно. Но не могу помочь, если ты не позволишь. О, мінекей қараңыздар. Оп. Жоқ, аяма, аяма. Ya dostlar, тек осылай ғана жеңе аламыз біз бұны. Я называю это здесь моим боком. А вы можете говорить просто тушите свой. Ор, жоқ, я достар, мінекей тек осылай. Сылдам, қош. Ти говорят, что я буду твоими глазами, ушами. Қайтан. Ор, соқ, аяма, теп, өлтір деймін. Бұл енді ұран болатын сөздер, бұл сөздер. Ұрып, теп, аяма дейді. Я достар, неге оның ұрғаны бізге жөн, қашып кетейік. Мен қашқаным бұл жерде еріп қашып жатқан жоқпын. Қайда? Я достар, неге көріп отырсыздар? Макс Диландың өзі қара негр дейдіміз. Ойбай. Әдемі, мінекей. Достар, опа. Жоқ. Ойбай. Телефон зарядить можешь? Достар, сөзін түсінетін болсаңыздар, сен электрлі екен, сен соттың жарықтайсың ба деген сөзін айтып жатыр. Не істейді? Ойбай. Ойбай, өзіңді осындай жол бересің өзіңді осылай істеуге. Өзің кінәлісің бәріне. То, что с тобой случилось, повлияло на твою цель. Но есть люди, которые могут помочь. Есть такие учреждения. Нет, так говори. Ой. Шаман тұрады, сүйімделіп алайық. Опа, мінекей болды. Ұр емес, осылай полкте жүріп ана жер отқан қара немелерді жоя аламыз. Сейсмический импульс соединяет людей. Достар, жақында қуандық. Достарына қараңыздар. Біз жаңа электр неуінің ортасына түсіп қалдық, сондықтан бізді тоқтатып жатыр. Жинап жатқан тұр ғой енді өзіне. Опа.
Ур, тебя нет проблем с жоқ, электричеством. те, Ты я, очень умный. чизиченші. Ур, давай, 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 давай. Я, фак, фак, фак. Деп өлең күшті, өлең әдемі, өлең маған күш беріп жатыр. Слушай, а как ты в Опа, компьютерные игры опа. играешь? Это что, система все время падает? Кино достарники, көресіздер. Я, мені қайтадан сатпа деп жатыр. Сатпа жол өлең мәжбүр болғатсын. Бұл жерде өзім түсінген болады. Я достарники көріңіздер, жеңдік. Электро, Макс Стилінді да жеңдік. Ой, бұл аспан алып кетті. Аспан алып кеткені біз не істейді. Қайтадан жаңағыдай жағдай бар. Біз оны ұрамыз және де жерге бұрш еткіземіз. Бұрш еткіздік мінекей, және де Макс Стилінің шаруасы бітті, достар. Сетемне бәрі қараңғыланды дейді. Не болды? Бұл да қосыла жойып кете ме? Он стал жертвой. Достар, ол Если өліп он рассказал қалды. правду о Рейвенкрофт, то там нужно срочно навести порядок. Оскорб финансирует тюрьму. Может быть, Гарри поможет. Я достар, мінекей көріп отырсыздар. Мен Гэри Осборн. Да. Мистер Осборн, вы были правы. Фиск выкупает акции Оскорб для силового поглощения. Но пока вы здесь, я уверен, все будет хорошо. Да. Пока я здесь. Эй, Я получил ее, сэр. Сыворотку Ричарда Паркера из паучьего ямы. я бұл ауыр жүр. Раз она дает Я серьезные зайцы побочные кеткенде. эффекты. Серьезнее самой смерти? Мне нужен любой шанс. Все, убирайся! Я достар, сіздер киноны көрген болатын болсаңыздар, Гэри Осборн. Не болады жаңа? Ат не дейді бәленің. Доктор Кафка, так и должно быть. Нет, я прекращаю. Ойбай. Ойбай. Қылындырып алды. Достар, Рейвенкрофт дейді, сол жақта нағыз дүлдәлә зілзала болып жатыр ау деймін достар. Менің түсінуімше. Достар, тақырыптан оқымайық. Достар, мен бұл Let's Play сериясында мен бүгін Электро, яғни Макс Стилінді жеңдім. Естеріңізде болатын болса, Макс Стилін бұл Оскорбта жұмыс істеген. Достар, Макс Стилінің қалай Электро болған білгілеріңіз келсе, оның киносын көріңіздер, достар, сіздерге айтарым. Ал достар, әзірше сау саламатта болыңыздар, каналға лайк басып отырыңыздар.